Саламатсыздар ма көрермендер? Бүгінгі жасайтын сәукелеміз құс ұзатуға арналған. Біріншіден менің каналыма жазылып, лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Көрермендер, бүгін мен современный, стильный, қазіргі заманға сай, жеңіл сәукеленің түрін жасаймын. Ол 6 қиықтан тұрады. Міне, осындай. Суретін салып қойдым. Биіктігі 35-36 болады. Оның 6 қиықтан 6 қиық деп жазып қойын. Біріншіден центрін міне сызып аласыздар. Центрден 6 қиық 58 сантиметрді бөлген кезде біз 60 деп ала береміз. Өйткені шетіне тігілетін тігісіне кетеді. 6 сантиметрден екі жағынан 12 болады. 12 сантиметр, сонда 1 сантиметрден алған кезде 10 сантиметр қалады. Оның матаға кетеді, сонымен өзі 59-58 болып шығады. Ең асты 12 сантиметр, одан 9 сантиметр биіктікте тағы 12 сантиметрді қайталаймыз. Одан кейін тағы 12 сантиметр биіктікке келген кезде уже мына жері точкасы уже кішірейеді. Мына жері 3 сантиметр, мына жағы 3 сантиметр. Екі мен штук мына центрден былай. А бірақ 6 сантиметр общий. Сол осы точкамен мына точканы біріктіреміз. Одан кейін мына ең үстіндегісі точканы мына центрін жаңа ұзындығын алдық қой, 35-36 сантиметр. 36 сантиметр алдық біз. Осының ең точкасы ең үстіндегі 2 сантиметр мына жағында 2 сантиметр. Общий 4 сантиметр. Сол осы екі точкамен мына точканы қосасыздар. Қосқан кезде осылай шығады. Енді бұл енді қақиған квадратный сияқты болып тұрады, бұнан қырлы болып. Бізге ұштып қырлы болмай әдемі домаланып шығу үшін енді осының қырларын мынау мысал үшін бізге бүйтіп келеді да, ішіне қарай. Мына қыры ішіне қарай кету керек. А мына жерде осы мына точкадан қырынан наоборот сыртына қарай елдіреміз. Сол кезде ол домаланып әдемі болып шығады. Тура осыны 6 қиық қып фетрден кесіп аламыз да, фетрден кейін оны клеймен қатырамыз. Или болмаса қатырмаймын десеңіздер, осындай фетрден 2 қабат қып кішкене сырып тігіп жіберу керек. Сол кезде оған клей де қажет емес. Фетрден тігіп шықтық. Полностью енді осыны аударамыз. Сосын клейге отырғызу керек бұны. Клейге отырғызған кезде өзі жақсылап үтіктеу керек біріншіден. Міне сәукелеміздің формасын дайындап жатырмыз. Өстіп клей жағамыз. Бәрін жақсылап клей жағып шығамыз. Ол қатады. Қатқаннан кейін şu қаттаймыз, қандай мата керек соған білесіз. Енді сәукелеміздің салпыншағын жасаймыз. Екі жағында осындай екі құлақша, осыған моншақтар ілінеді, басқа да әшекейлер мен әсемдейміз. Осы екі жағындағы салпыншаққа киіз матаны или термопласт, біреулер картон пайдаланып жатады. Бізде киізді пайдаланып тұрмыз, екі қабаттан. Оның сыртын сәукеленің қаптаған атласпен қаптаймыз қазір. Биіктігі 5 сантиметр, ұзындығы 8 сантиметр. Не қараңыздар. Не бүйтіп тігіп алдық машинкамен. Енді мынандай қаптап қойдық. Енді екіншісінде тура осындай қаптап, мынаның бәрін бүгіп тігіп шығамыз. Салпыншаққа қажет материалдар. Мынандай сопақ осы, мынандай хрустальный осылар, мынандай күмістен осы, кішкентай осылар. И үлкен осылар тоже арасында керек. Болды, енді осыдан құрастырамыз. Жағымызды дайындап қойдық. Енді осыны тігеміз. Моншақтарын тігеміз. Бетінде түйіншектер қалмас үшін, жаңағы екеуінің арасына қайтып кіргізіп жібереміз да. Мына жерден 3 шығады, 4-ші ортасында тұрады. Осы. Өстіп моншақтарды тіземіз. Түбін екі рет тігіп шығамыз, өйткені босап кетуі мүмкін.
Одан кейін мынандай моншақтар сатып аламыз қазір. Бәрі неше түрлі моншақтар толып тұр. Чыны хрустальный дейді, осындай моншақтармен араластырып түсіреміз. Жеті штук мынандай ақбосы, кішкентай. Вот мына бүйтіп көрсетейін. Одан кейін серебристый, одан кейін прозрачный айталады. Одан кейін міне ақбосы, одан кейін тағы да хрустальный үлкені, одан кейін ақбосы, ақ моншақ, одан кейін барып міне тағы да прозрачный үлкенін қоямыз. Ең ұшына мынандай күмістен қоямыз. Сонымен қайтадан ішіне кіріп, қайтамыз, кері қайтамыз. Сосын не екінші, мына жерде есептеп қойасыздар, примерно. Біреу, екеу, үшеу деп. 3 салпыншақ болады мына жерде. Міне дайын болды. Енді төбесін жасаймыз. Міне салпыншағымыз бітті, дайын. Осының үстіне тастарымызды келістіріп жабыстырамыз. Осыны өстіп сәндеп шығамыз қазір. Біткен түрі салпыншағымыздың. Біздің формамыз дайын. Енді осыны қаптап сәукелемізді бітіреміз. Біздің сәукелемізге қажет материалдар. Мынандай тесма, 2-3 сантиметр биіктікте. Одан кейін мынандай кішкентай моншақтар, мынандай бисер моншақ күміс, мынандай сопақ, мынандай сопақша келген тамшы сияқты олар керек. Мынандай үлкен моншақтар арасында. Мынандай хрустальный сияқты шыны стекло ғой, сондай моншақтар керек. Одан кейін мынандай узор керек, осындай блескамен арқасы жабысатын. Одан кейін мына сияқты жабыстыратын жарты моншақтар керек. Өзі әдемі жақсы жатады. Осының екі түрі, бір кішкентай, бір үлкен. Мен осылай банкаға салып қоямын, өйткені шашылып кетеді. Осы материалдар қажет. Қапанға велюр, или болмаса атлас. Өздеріңіз қалауларыңызбен. Біздің сәукелеміз дайын болып қалды. Дайын болды. Мына жерлерге жабыстырам. Өте оңай сәукеленің түрі. Қазіргі тойларға қыз ұзатуға өстіп жасай салуға болады. Моншақ, жарты моншақ жабыстыратын тігіп отырмайсыз, жабыстыра саласыз. Дайын. Только әдемі келтіріп, жабыстырып, келістіріп істесеңіздер болды. Мына сияқты, салпыншақ болады, мына жерде сол жерге дейін істейміз. Арқасы бәрі жабып тұрады. Болды, енді мына жерін бәрін бітіреміз. Бітті. Енді сәукелеміздің алдындағы маңдайшасындағы мына моншақтарын тіземіз. Ол үшін 3 ақ моншақты, сосын кейін бір кішкентай күміс моншақ, оған бір тамшы моншақты қосамыз. Ең ұшына қайтадан бисердің орнына ақ кішкентай моншақты кіргізіп, содан қайтадан тамшының ішіне кіріп, қайтадан 3 моншақ шығарамыз. Болды, соны қайталай берсеңіздер, осындай әдемі моншақ шығады. Ең соңғы результаты өстіп әдемі маңдайшасы шығады. Маңдайындағы моншақтар тізіліп тұрар. Бұл жер тақырайып тұрған сияқты болып тұрды. Мынаны емес, жерге домалақ моншақтар қойған. Мұнан екі жағынан өстіп құлақ тұсынан салпыншақты белгілеп аламыз да, сол жерге мына салпыншағымызды тігеміз. Ең последний, вот так, посмотрите. Дұрыс тұрмай қалса, қисық болып, соны жөндеп қоясыздар бүйтіп көтеріп. Мен салпыншағын тігіп жатырмын екі жағына. Мына бас киімді 1, 2, 3, 4-ке дейін ровно тігіледі бүйтіп. Ал енді ең ақырғы 5-6-сын кішкене мына шапканы ровно бүйтіп кимейді ғой. Чуть-чуть бүйткізіп кетті. Қисайды. Сол үшін соған байланысты мына жағы бүйтіп майсы, бос тұрмас үшін сәл мынаумен бүйтіп көтеріп қоямыз. Булавкамен қыстырып аламыз, сосын сол жерге тігеміз содан кейін барып. Сондықтан осыны тоже қарау керек.
Ең сәукелеміздің беташарға арналған жамылғысы фатасын дайындаймыз. Ол үшін бізге тюль сетка 3 метрлік ені, одан ұзындығы 3 метр аламыз. Соны екіге бүктеп, циркульмен сызғандай қылып 1,5 метр енмен дөңгелетіп кесіп аламыз. Ол үшін бізге оңайырақ болу үшін бүктеп дайындап аламыз. Содан кейін циркульмен сызғандай қылып кесіп аламыз 1,5 метрді. Одан кейін ең басында сәукелеге қосылатын жерін енін радиусын 7 сантиметр, 8 сантиметр қылып дөңгелетіп кесіп аламыз тағы да. Қозғалмасын деп кішкене булавкадан қыстап қоямыз. Так. Енді бүйтіп кесіп аламыз. Ең басын өстіп ойып тастаймыз. Сосын машинкамен тігіп аламыз екі қатарға. Одан кейін мына жібінен тартамыз. Мынаның астыңғы жағын и үстіңгі жағын. Енді мына болды. Осыны үш жерге бүйтіп тастаймыз. Болды. Мына жерде үкіге тесігі бар специальный. Үкі бетінде тұрмайды, астына кіріп кетеді. Болды. Сосын біткеннен кейін көрсетемін. Керемет күшті болып көрінеді.